Қайырлы күн. Бүгін сіздерге апару қосымшасында атқарылған жұмыстар актісіне қалай қол қою керек екендігін көрсетеміз. Ол үшін ең бірінші бізге тұрғылықты мекен жайымызды дұрыстап толтырып алу керек. Тұратын жерімізді, қаламызды және де көшемізді сақтау керек. Қазір ақпан айына атқарылған жұмыстар актісіне қол қоятын боламыз. AVR-ді жасау. Енді қарап және де eGov Mobile қосымшасы арқылы қол қою қажет боламыз. Бұл жерде рекасса парақшасы ашылды. Енді eGov Mobile қосымшасы арқылы қол қоямыз. Қол қойылды. Акт жасалды. Енді апару қосымшасына қайтадан кіреміз. Енді біз қол қойғанымызды тексеру үшін жаңарту батырмасын басып, акттың жасалғанын көре аламыз.